Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өмірімнің бәрі өлең. Сабақтың мақсаты қазақ поэзиясының мұзбалаға атанған ақынның өмірі, шығармашылығымен танысу, поэзия құдіретін таныту, ақынның өлеңдерімен танысу, ақын өлеңдер арқылы халқына, тілге, отанға деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту. Барлығы да поэзия сен үшін деп әдебиет патшалығының ғажайып ханзадасы һәм бірегей сардары ретінде салтанат құрған Мұқағалидың құдіретті өлеңдері халқының жүрегінде. Шындығында Мұқағали бойындағы тамаша талантын жұртына арнаған. Ендеше бүгінгі сабағымыз хан тәңірдің мұзбалағы, ақиық ақын, тау тұлғалы талант, дарынды дарабоз, ғасыр ақын атанған, миллион сырлы сезімнің иесі Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына арналады. Ал ендеше балалар, ақын өмірі мен шығармашылығы туралы бейнероликті тамашалайық. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали 10 жасқа келгенде Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанып, соғыста қаза табады. Үйдің үлкені Мұқағали анасына көмектесіп, отбасына қамқор болып, ерте есейеді. Сол кезден бастап өлең жаза бастайды. 1948 жылы Киров атындағы КАЗМУ-ге, 1950 жылы Шет тілдер институтына оқуға түскенімен, тұрмыс жағдайына байланысты оқуын аяқтауға мүмкіндігі болмайды. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы халықаралық әдебиет институтында оқып білім алады. Ол Советтік шекара газетінде жауапты хатшы, республикалық радиода диктор, Социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі секілді жауапты қызметтерді атқарған. Ақын 1976 жылы 27 наурызда дүниеден өтті. Ақынның алғашқы өлеңдері 1948 жылдары Нарынғол аудандық советтік шекара газетінде жарияланды. 1964 жылы Ильич атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. Мұнан кейін Армысыңдар достарым, Қарлығашым келдің бе, Мавр, Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Өмір дастан атты өлеңдер мен поэмалар жинағы жарық көрген. Мұқағали Мақатаев Уолт Уитменнің Шөп жапырақтар, Уильям Шекспирдің сонеттер, Дантенің құдіретті комедия атты шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ақын өмірден қайтқаннан кейін Өмір өзен, Бәсіре, Соғады жүрек, Шолпан, Жырлайды жүрек атты жыр жинақтар жарық көрді. Ақын өлеңдері нәзік лиризммен, ашық сыршылдығымен ерекшеленсе, поэмалары тарихтағы түрлі саяси әлеуметтік қоғамдық жағдайды дәл бейнелеп, уақыт рухын көрсете білуімен, адамзаттық, адамгершілік мәселелерді көтеруімен құнды. Ақынның 100-ден аса өлеңдеріне ән жазылған. 2000 жылы ақынға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Оқушылар, ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметті көрдіңіздер. Ендеше ақынға қатысты мәліметтерді топтастырып көрейік. Бәрекелді, жарайсыздар. Қалқам, мен Лермонтов, Пушкин демен, Есенинмін демедім ешкімге мен. Қазақтың қара өлеңі құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар, естілмеген. Жат жерді жастанғанда жазатайым, қанымен жазды мүмкін ағатайым.
Қасиетіңнен қара өлең айналайын, қазақтың дәл өзіндей қарапайым. Түзу тілінген таспадайын, қамшы өремін таспадан басқадайын. Қаламасаң қамшымды аулақ жүргін, қараша үйдің есігін ашпағайын. Түзу жыртылған аңыздайын, аңызыма неге нәр тамызбайын. Қара өлеңі қазақтың қаза болса, қара көзден неге қан ағызбайын. Ақынмын деп қалай мен айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Көпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын. Ал ендігі кезекте құрметті білім алушылар, сіздердің орындауларыңызда ақын өлеңдері мен поэмаларынан үзінді тыңдайық. Мұқағали Мақатаев Фаризаға. Фариза, Фаризажан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай, бір күні жалығармыз. Бірімізден біріміз арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерде табылармыз. Сен мені білесің бе, жаралмаған жан екем күресуге. Жылай жүріп, өтірік күлесіңде, жүресіңде, қоясың жүресіңде. Бірі итеріп, кеудемне бірі шалып, тастағысы келеді күресінге. Фаризажан, сен соны білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіппесі үзіліп тұрса дағы. Қазақтың жігітінен дос таба алмай, қызда болса мен саған мұң шағамын. Ауырлар деп ойлап пен мұнша халім. Ақын болып несіне жаратылдым, арасында қап қоймай қара түннің. Ей өмір, дүниенің ағында қарасында, мұңқ етпейсің қабылдап аласыңда. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, сымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында желігесің, түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім, сымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, белісімде жоқ оған алысымда. Мені тастап толқындар ағасың ба? Толқынданып өмірім барасың ба? Шаң шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған. Сыйыңды қабыл алам мен сенің бұйырмаған. Аққулар ұйықтағанда. Өзенде жоқ сыймаған арнасына, жылғада жоқ даламен жалғасуға. Тастатылған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді, қарайды қара шыңға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә. Қанша ғасыр өттеген қанша заман, қанша ұрпақ кеттеген қаншама адам. Қанша шырша өстікен құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша киік қалды екен сай салада. Қанатынан үзіліп ән самалы, қанша маққу кетті екен аңсаған ән. Ортаймаған жетім көл толмағанда, болған өмір ұқсайды болмағанға. Сызат та жоқ бетінде, сызық та жоқ, айдынына аққуы қонбаған ба? Қызғыштары қиқулап қорғағанда, сорлағанға ұқсайды сорлағанға. Шүрек иелер айдыны қорлағанда, көк құтандар қанатын қомдағанда. Беудіне-ай аққулар оралғанда, айдын көлдің иесі жол алғанда. Әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі келгенде тасып далам. Кезі келгенде жасып қалам.
Мына өмірге бәрібір ғашық балаң. Құралақан емеспін қуаныштан. Қуаныштар алдымнан құрап ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен, өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмей тыным. Ұрпағың бар, ел менен ер намысын, тірі тұрса қолынан. Құрметті білім алушылар, ақын өмірі мен шығармашылығына арналған бүгінгі сабағымызды келесі бейнероликтің көмегімен қорытындыласақ. Нұры жауып тұрған көктемде, гүл тере барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қаз бауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда мені арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, қурайлар сыңсый қаққанда, есіңе мені алғайсың. Жапырақ жайрап жатқанда, қурайлар сыңсый